ісіңнің ілгері баспай, барлық жұмысыңның кері кетіп, не істесең де жолың болмай жүргеннің бәрі сенің жақсы сөздер айта білмегеніңнен деп ойлайсың ба? Жақсы сөз жарым ырыс дейді. Ал әйтсе, Садаққан Мыңбаев көкеміздің бір керемет өлеңін сіздерге тыңдатқым кеп отыр. Жоқ дей берме дейтін өлең. Ұясына жолама торғай қобал, сенде шеше жоқ па деп зарлайды олар. Көк шыбықты сындырма, көк шөп жұлма, қаршыныңнан қиыл деп қарғайды олар. Гүл шешегін жұлғанның қолы седі, малды тепкен бағымен тебіседі. Қара жолды бүлдірме ел жүреді, қара суға түкірмей елішеді. Қаршадайдан күрсінбе жақтаянба, еліктеме мұң дейтін бәтшағарға. Жақтаяну күрсіну жаманырым күрсінеді қайғы дерт батса адамға. Аттандама қарадай аласатпа, тымағыңды қолыңа ала шаппа. Бейбіт күнде аттандау жаманырым жаугершілік шақырар болашақ. Есік кірме балақай, не білесің? Дейді үлкендер тілесің керілесің. Кіргенменен шыққанның жолын бөгіп, көрінгенге сүйгімсіз көрінесің. Болсын десең денім сау шын егерде, кем кетікке міскінге күле көрме. Деген сөз бар күлгенге күле жетер, Тәңірді оны санайды тілегенге. Ғарып, кәсір, кәріні сіркей көрме, сөйлегенде қолыңды сілтей көрме. Бала күннен үлкенді сыйламасаң, басың сыйсыз болады үлкейгенде. Құс көбелек қуғанды кәсіп етпе, жәндікті де жазықсыз басып өтпе. Құрт құмырсқа бәрі де жан иесі, сұрағы бар бәрінің ақыретте. Қарғыс деген атқан оқ нақтабады, батасын ал кәрінің бақ қонады. Қолда барды жасырып жоқ деместе, жоқ дей берсең шынымен жоқ болады. Білдің ба? Ал өлең ұнаса, міне жерде тұрған, міне жерде тұрған қосу дейтін белгіні басып, маған қосылып алыңыздар. Біріншіден маған қолдау, екіншіден келесі шығармаларды уағында көре аласыз. Үлкен рахмет. Кешіріңіздер. Жоқ. Үлкен рахмет.